Салем достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біз кеше туған күнді аман-есен өткіздік. Кеше дайындық бастап жатқан кезде түсірген болатынмын. Ары қарай түсіруге, видео түсіруге ешқандай уақыт болмады, мүмкіншілік болмады. Көп дайындық шабыс болып кетті де, вообще телефонды қайда қалғанын білмей қалдым, шынын айтсам. Содан кешке той басталды, тойладық, қыздармен ойнап, күлдік, биледік. Түнде жай тарадық, сағат 2-ге жақын ба кетті соңғы. Содан 4-ге дейін ыдыс жудым. Сосын ұйықтап қалдым, шыны керек ұйықтап қалдым. Таңертең тұрып алып жүгіруге барып келдім, тренировкаға барып келдім. Одан кейін үйге келіп шай ішіп болғаннан кейін азмыз кішкене жинастырдым да, інімнің үйі садақа жасап жатыр еді, нәпіл садақа, соған барып келдім. Енді үйде қырғын шаруа бар, жуылған ыдыстар, колонка әлі тұр жиналмаған, кешегі видеодан қалған, билеп көңіл көтердік қой бәріміз. Әлі дым жиналған жоқ, жайрап жатыр үйдің іші деген. Мына ыдыстардың бәрі сол күйі тұр, орнына қойылған жоқ, жиналған жоқ, әлі тұр сол күйінде жартысы. Қыздарымның біреуі кішкентай жатыр қасымда мына жерде. Бәріміз әлі. Мама мен папа деген құдалыққа кетіп қалды. Біздер әлі жиналмай, шашырап әлі жатырмыз. Маған көмектесетін адам керек болып тұр. Қызымның құлағына алтын сырға. Маған көмектесетін адам керек болып тұр. Маған кім көмектеседі екен, қыздар дейсің. Мына жерде қырғын андай гүлдер тұр. 5 гүл. 5 гүл ма? Ол гүлдер. Гүлдер. Сұлу гүлдер. Осындай гүлдер тұр. Әдемі гүлдер. Енді тек жинастыру қалды бізге үйімізді. Соған енді маған көмекке адам керек дейсің. Мен бір қызым деген, кеше туған күн болған қызым, манағы ағасының үйіне кетіп қалды, қыдырып. Тәтесінің үйіне.